Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер және YouTube көрермендері, бүкіл қазақстандықтар. Өткенде жалпы арзан көліктер туралы түсірдік. Кімге қызықты болса, арзан көліктер 500 мың теңгеге. Төменгі сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады, осы видеоның астына қоям. Ал бүгін керісінше қымбат көліктерді де көрейік, өйткені тек қана арзан емес. Мүмкін ертең ақшаңыз көбейіп жатқан кезде қымбат көліктерді де бағасы біліп отқан ешқандай артықшылық етпейді. Достар, жалпы қымбат көліктерді көрейік. Мінекей, біріншімен Land Cruiser 100-дік 2006 жылғы. Land Cruiser'лер 6 миллион 700 мың теңге. Жалпы сыртқы шанағы тәп-тәуір. Ешқандай несі жоқ. Соғылған, қатты жасалған жерлері көрінбейді. Жалпы салонында бір көрсетейін, қымбат көлік болғаннан кейін. Салон жалпы қазақтардың жақсы көретін көліктерінің бірі ғой. Land Cruiser 100-дік. Құмға да, басқа жерге де тебе беретін. Моторын көрейікші, моторы қалай екен. V8 8 цилиндрлі мотор, көлемі 4.7. Бұл көліктер әлде де бір 10 жыл әдемі жүріп береді ғой сіздерге. Достар, егер Алла Тағала берем десе сізге Поршеден береді деген сөз бар ғой. Егер сізге Поршеден 5,5 миллион беріп атса, мінекей мына Lexus алуға болады. Нешінші жылы? 2004 жылғы Lexus 4.7. Сыртын бір көрсетіп шығайық, айналып. Әрине, бұл да өте төзімді, мықты көліктердің бірі. Жалпы ішінің качествосы бежевый салон дейді, сары. Осы әдемі негізі қара түске қарағанда. Достар, мінекей тағы да бір Toyota L200, бұның да бағасын көрейік. Жылыменен қай жылғы? 2014 жылғы. Неше миллион сұрап отырсыз? 8,5 миллион теңге. Жүгіңізді анау мынау жерге тасып алып кете беретін жақсы көліктердің бірі. Сыртын бір көрсетіп жіберейік. Енді мыналардың іштері пластик, қап-қатты пластик болады, бір жаман. Бірақ енді жүрістері жақсы болады. Сырты әрине таза. 2014 жылғы, жаңа 5 жыл болған көлік. Достар, мінекей тағы бір көлік, Sanyong. Бұны да көрсете кетейік. Бағасы жазылып тұр екен. 4 миллион 400 дейді. 2014 жылғы. Номерін көрсетіп жүрсіз, есі жоқ керек адамдарға. Пробег 142 километр. 142 километр дей ма? Почти новый ғой. Жап-жаңа Sanyong. Газ, бензин дейді. Land Cruiser 200-дік қай жылғы? 2007. 10 миллион теңге. Қымбат көліктердің бірі осылар ғой. Land Cruiser, одан кейін Prado. Қазір енді BMW-ларды қарап көрейік. Mercedes. Мүмкін табылып қалар қымбаттау көліктер. Қазақтардың жақсы көретін көліктерінің бірі Land Cruiser Prado 120-лық. Қап-қара әдемі түскен. 2006 жылғы 4-тік. Көлемі 4-тік қанша деп отырсыз? 7,5 миллион.
7,5 миллион жалпы бағалары примерно сол шамалы. Ішін көрсетіп жіберейік. Салонда әдемі екен. Нағыз төрттік, 2.7-сі енді бұлардың кішкене слабый болады деп келеді, бірақ төрттігі өте жақсы. Қара түс ең жақсы түстердің бірі. Әсіресе жастар айдауға жақсы. Мінекей Мерс тұр, Мерс Кабан. 96 жылғы объем 3.2. 5 миллион 500 мың теңге дейді. Номер керек болса, егерде номер көрсетіп жібер жеңіз. Сыртын жуып кәдімгідей тап-таза болып қойған екен. Жауық тұр, хозяин жоқ, бірақ енді сыртынан түсіріп кете берейік. Достар, мінекей соң дәл артында BMW тұр. 735 жетінші 2002 жылғы объем 3.6 дейді. 4.2 миллион. 4.2 миллионға осындай немістің көліктерін міне аласыздар. Мына жерде де бағасын жазып кеткен, егер бағасын көріңіз. Және номерін, телефон номерін. Достар, алдында бір пікірлер қалдырған, блогер болып не істей жүрсің, типа қолынан келмейді деген сияқты. Ондайларға айтарым, жалпы шынын айтқанда Қазақстанда қазақша контент YouTube'да өте бос жатыр. Көршілес Ресейдің өзінен 15 жылға қалып келеміз. Үйде ондай әңгіме айтып жатқаннан көрі, сіздерде шығып YouTube'дан өз орындарыңызды алуды сұраймын. Ондай комментарий жазғаннан көрі. Осылай достар. Осындай BMW мініп жүргенге не жетсін? Қап-қара түс, немістің көліктеріне ауыратын кісілер болса, осыларды мінеуге болады. Достар, мінекей Таур көлік, жалпы 7 миллион теңге дейді. 2015 жылы Camry. Қалай ойлайсыздар, мұның бағасы слишком қымбат емес па? 7 миллионға. Үстіне 3 миллион қоссаңыз, жаңа Land Cruiser 200-лікті аласыздар ғой. Camry дегенге бағаларын шарықтатып жүрген екен. Сыртын бір көрсетейік. Мүмкін Camry 50-лікке қызығатын адамдар болса. Америкалық нұсқа. Sport Edition. Сіздікі ма? YouTube-қа салайын деп отырық. 7 миллион қымбат емес баға? Армениядан 7 миллионға. Қай жылға? Арменск. 2015 ба, 14 ба? Ақтаудың көлігі. Camry іздеп жүрсіз ба? Достар, осымен соңына келейік. Жалпы базардың ішінде қатты қымбат көліктер жоқ екен, санаулы-ақ. Каналға жалпы тіркеліп кетіңдер, лайк басыңдар және комментарий қалдырыңыздар. Өздеріңізге қалай екен жалпы қымбат көліктер бағалары. Қош сау болыңыздар, достар.